Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгүл. Бүгін қамыры үлпілдек, жесең аузыңнан дәмі кетпейтін дәмді ас жасап үйренеміз. Алдымен 400 грамм жылы суға 1 ас қасық ашытқы, 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін 1 килограмм ұнға дайын қоспамызды қосып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып 40 минутқа қойып қоямыз. Әр 10 минут сайын өсімдік майымен қайғырып отырамыз, сонда керемет көтерілетін болады. Ішкі салмасына картоп, пияз, 3 тіс сарымсақ, 1 сәбізді алып, бәрін төрт бұрыштап, видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Одан кейін қазанымызды отқа қойып, өсімдік майын құйып қыздырамыз. Алдымен пиязды, одан кейін рет-ретімен сәбізді, картопты салып, 10 минуттай қуырып аламыз. Татымына қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш салып араластырамыз. Мінекей қамырымыз керемет ашыды. Осы қамырымызды екіге бөліп, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей, сөйтіп әрқайсысын дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Осындай дөңгелек формаға келтіргеннен кейін бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Көтерілу керек. Көтерілгеннен кейін дөңгелек формада жайып, салмамызды салып, түйе бастаймыз. Мантаварканың каскілерін майлап, арасын алшақ етіп орналастырамыз. Себебі қамыр көтерілгенде бір-біріне жабысып қалмау үшін манты сияқты қайнап тұрған судың үстіне қоймаймыз. Өйткені қайнап тұрған судың үстіне қойсақ, қамырымыз жөнді көтерілмей, арасы көгез болып қалады. Сол үшін суды бәрін бірге қайнататын боламыз. Су қайнағаннан кейін 30 минут пісіріп аламыз. Арасына осындай чимчим салатымен берсеңіздер өте керемет болады. Менде чимчим салатының жасалу рецебі бар. Арнамда қарап алыңыздар. Өте дәмді шықты. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.